Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздермен бірге биологияны жетік меңгерем онлайн курсы және оның авторы Каримова Қамқожа. Құрметті оқушылар, сіздермен бүгін біз биология пәні бойынша 7-ші сыныптың ағзалардың жеке дамуы тақырыбын қарастыратын боламыз. Бұл тақырып негізінен алғанда 7-ші сыныпта да 8-ші сыныпта да қарастырылады, сондықтан екі материалды біріктіріп, толыққанды мағлұмат беруге тырысамыз. Жалпы ағзаның жеке дамуын онтогенез дейміз. Онтогенез екі кезеңнен тұрады. Біріншісі эмбриогенез, екіншісі постэмбриогенез. Эмбриогенез дегеніміз ол ұрықтық даму. Постэмбриогенез ұрықтан кейінгі немесе туылғаннан кейінгі дамуды атаймыз. Жалпы ағзаның бірінші жасушасы зигота. Ол аталық және аналық жыныс жасушасының қосылуынан пайда болады. Зигота митоздық жолмен бөлінеді. Бұны біз бөлшектену дейміз. Бөлшектенудің нәтижесінде бір қабатты шар тәрізді ұрық бластула пайда болады. Бластула дегеніміз митоздың бөліну нәтижесінде зиготадан түзілген бір қабатты ұрықты бластула дейміз. Бластуладан кейінгі саты гаструла деп аталады. Гаструладың өзі екіге бөлінеді: ерте гаструла және жай гаструла. Ерте гаструла кезінде бластуладан екі қабатты ұрық ерте гаструла пайда болады. Ерте гаструланың сыртқы қабаты эктодерма деп аталады, ішкі қабаты энтодерма деп аталады. Ерте гаструланың сыртқы және ішкі қабатынан ортаңғы қабат пайда болады. Сөйтіп жай гаструла 3 қабатты ұрық түзіледі. Ортаңғы қабатты мезодерма дейміз. Ерте гаструла 2 қабатты ұрық, жай гаструла 3 қабатты ұрық. Ендігі келесі саты бізде мирула деп аталады. Мирула дегеніміз ол жүйке түтігінің пайда болуы. Мирула омыртқалы жануарларға ғана тән. Мирулада жүйке түтігі түзіледі, біртіндеп одан ми мен жұлын пайда болады. Келесі сатысы органогенез. Органогенез дегеніміз ол бізде әртүрлі мүшелердің пайда болуы. Эктодерма, энтодерма, мезодермада мүшелердің пайда болуын органогенез деп атайды екенбіз. Енді постэмбриогенезді қарастыратын боламыз. Постэмбриогенез дегеніміз ол ұрықтан кейінгі, туғаннан кейінгі даму. Постэмбриогенездің екі жолы бар екен. Біріншісі тура даму, екіншісі түрленіп даму. Тура даму кезінде жұмыртқадан шыққан немесе туылған ағза ересек ағзаға ұқсас болады. Ал түрленіп дамуда жұмыртқадан шыққан ағза, туылған ағза ересек ағзаға мүлдем ұқсамайды. Тура дамитын ағзалар бұл сүтқоректілер, құстар, сорғылаушылар тура дамиды. Түрленіп дамитын ағзаларға келетін болсақ, бұл омыртқалы жануарлардан бақалар, қонақ денелер, кірпікшелі құрттар, сорғыш құрттар түрленіп дамиды екен. Енді осы түрленіп дамудың жекелеген түрлерін қарастыратын боламыз. Бірінші балықтың бақаның мысалында. Бақа ол қос мекемелерге жатады. Құрлықта да, суда тіршілік етеді. Олар өздерінің уылдырықтарын суға шашады. Суға шашқан уылдырықтардан дернәсіл шығады. Бақаның дернәсілі сыртқы піші жағынан балыққа ұқсас. Құйрығы бар, желбезекпен тыныс алады және сулы ортада тіршілік етеді. Біраз уақыттан кейін бақаның дернәсілі ересек бақаға айналады. Бақаның дернәсілін итшабақ дейміз.
Оның біраз уақыттан кейін аяқтары пайда болады, құйрықтары жойылады, яғни сыртқы денесі балықтан гөрі мүшелері жойылып, бақаға тән мүшелері дамитын болады. Яғни түрленіп дамиды екен. Түрленіп дамитын жануар бақа. Түрленіп дамитын ағзалардың бірі ол бунақ денелер. Бунақ денелер екі жолмен дамиды. Бірі толық түрленіп даму, екіншісі шала түрленіп даму. Толық түрленіп дамитын бунақ денелер шыбын, қоңыз, маса, бұлар толық түрленіп дамиды. Көбелек те толық түрленіп дамиды. Мысалға алатын болсақ, көбелек толық түрленіп дамығанда жұмыртқа салады. Жұмыртқадан олардың ер нәсілі шығады. Ер нәсілі мүлдем көбелекке ұқсамай тұрса, құртқа ұқсас. Сондықтан көбелектің ер нәсілін жұлдыз құрт дейді. Не пішіні құртқа ұқсас, ол жапырақтармен қоректенеді. Біраз уақыт өткеннен кейін ер нәсіл өседі, жетіледі, ол қуыршаққа айналады. Яғни үшінші сатысы қуыршақ. Қуыршақ сатысында ер нәсіл айналғанда ол қозғалмайды және қоректенбейді. Онда ер нәсілдің мүшелерінен ересек ағзаның, ересек көбелектің мүшелері дамиды екен. Бұл түрленіп даму. Енді сөйтіп ол ересек көбелек, қуыршақтан ересек көбелек шығады. Яғни толық түрленіп дамуда 4 саты. Біріншісі жұмыртқа, екіншісі дернәсіл, үшіншісі қуыршақ, төртіншісі ересек ағза. Толық түрленіп дамитында бунақ денелер маса, қоңыз, көбелек, шыбын толық түрленіп дамиды. Енді шала түрленіп дамитын бунақ денелерге тоқталайық. Оған шегіртке, шекшек жатады. Шегірткеде жұмыртқасын салады, жұмыртқадан ер нәсіл шығады. Ер нәсілдің сыртқы келбеті ересек ағзаға ұқсас, бірақ кішкентай және қанаттары жетілмеген. Одан кейін ол ересек ағзаға айналады. Шала түрленіп даму 3 сатыдан. Жұмыртқа, ер нәсіл, ересек ағзадан тұрады екен. Сонымен қоса түрленіп дамитын жануарлардың бірі бауыр сорғыш. Бауыр сорғыш ол жалпақ құстарға жатады. Ол сиырдың бауырында тіршілік етеді. Сиырдың бауырынан тіршілік ететін бауыр сорғыш жұмыртқа салады, жұмыртқа суға шығады. Одан бізде балалар кірпікшелі дернәсіл шығады. Кірпікшелі дернәсіл суда жүзіп жүріп, ұлудың денесіне кіреді. Ұлу оның денесінде біраз тіршілік етіп, одан құйрықты дернәсіл шығады. Құйрықты дернәсіл суда жүзіп жүріп, біраз уақыттан кейін цистаға айналады. Циста жапыраққа бекінеді. Сиыр жапырақты жегенде қайтадан осы бауыр сорғышты жұқтырады. Сонда бауыр сорғыштың негізгі иесі сиыр, аралық иесі тоспа ұлуы. Оның келесідей даму сатылары бар. Бірінші жұмыртқа, екінші кірпікшелі дернәсіл, үшінші құйрықты, төртінші циста. Яғни бауыр сорғышта түрленіп дамиды. Түрленіп дамығанда ағзалар ересек ағзаға ұқсамайды, және олардың дамуында басқаша әрекеттер жүреді, яғни өзгерістер жүреді. Түрленіп дамуды кей кезде метаморфоз дейді. Енді балалар сіздермен біз өсімдіктердің онтогенезіне тоқталамыз. Әрине, өсімдіктердің онтогенезінде де эмбриогенез сатысы бар. Эмбриогенез дегеніміз ол ұрықтық даму сатысы. Бұнда ұрықтың өсуімен аяқталады. Мұнан кейін постэмбриогенездің бірінші сатысы. Бұл өскін. Яғни тұқымды себеміз, тұқымнан бізде кішкентай өскін шығады. Өскіннен кейінгі сатысы өсу немесе жас өсімдік сатысы. Бұл сатыда өсімдік қарқынды өседі, бой өседі, жапырақтары толықтай түзіледі. Яғни барлық вегетативті мүшелері түзіледі. Қарқынды өсіп, вегетативті мүшелер түзілуімен түзіледі. Осы өсу сатысының соңына қарай генеративті мүшелері бөлек пайда болады екен. Келесі сатысы бұл ересек өсімдік, немесе пісіп жетілу сатысы, немесе генеративті саты. Бұл кезеңде ұрықтану
tozаңдану әрекеті жүреді. Бірінші tozаңдану, одан ұрықтану әрекеті жүреді. Сөйтіп, жеміс пайда болады. Яғни, жемістің түзілуімен аяқталады. Сөйтіп, ересек сатысында жеміс түзіледі. Жемістің ішінде тұқым болады. Келесі соңғы сатысы қартаю сатысы. Қартаю сатысында бұл тұқым қай кезде басталады? Тұқым мен жеміс түзілгенде басталады. Яғни, өсімдік өзінің барлық мүмкіндігін пайдаланып, жеміс пен тұқымды түсті. Сонан кейін оның мүшелері біртіндеп ұлпалары мен мүшелері тоза бастайды және біраздан кейін өзінің қызметін тоқтатады. Сонда өсімдіктің онтогенезінде бірінші эмбриогенез, онан кейін постэмбриогенездің бірінші сатысы немесе өскін сатысы, онан кейін ересек өсімдік, бұнда вегетативті мүшелер пайда болады, қарқынды өсіп жүреді. Онан кейін ересек өсімдік сатысы жеміс пен тұқымның түзілуімен аяқталады. Онан кейін қартаю сатысында мүшелердің тозуы және мүшелердің жұмысын атқаруы жарамсыздыққа пайда болады. Соның әсерінен өсімдік өзінің өсуін тоқтатады. Сонымен балалар, біз ағзалардың жеке даму тарауын толықтай қайталадық. Сіздерден сұралатыны онлайн тест платформасындағы тестті шешеміз, слайдтағы негізгі ұғымдарды дәптерге жазып аламыз. Сіздерге сабақ ұнықты болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.